разрешите вас поздравить, пожелать вам больших успехов, потому что я знаю о том, что именно вы в будущем будете все эти преобразования видеть, свидетелями будете. Кое-кто, может быть, уже будет в рамках вот этого и работу дальше проводить вот этих реформ. И эти реформы, они будут проходить в течение 3-4 лет, потому что сегодня, вы знаете, динамично растет экономика Казахстана и динамично вообще развивается в международном плане. Но я сегодня всех вас поздравляю с завершением нашего семинар-тренинга, посвященный 5 институциональным реформам, 100 шагам решения этих вопросов. Я думаю, что за 2 дня вы получили большие знания. Надеюсь на это. Почему? Потому что в будущем эти знания вам пригодятся. Жалпы осы 2 күн өте қызықты өтті. Көптеген осы 100 қадам 5 реформа туралы мағлұматтар, ақпараттар алдық. Және сонымен қатар осы іс-шараны ұйымдастырған мемлекеттік басқару академиясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Және сонымен қатар осы жалпы бүгін бізде бірталай пікірталас өтті. Өте қызықты өтті 2-ші бөлімі әсіресе осы күннің. Мен ойлаймын, бізде ондай пікірталастар әртүрлі түсініспеушіліктер болудың орнына барлығымыз бірігіп, яғни айтады ғой, ынтымақ, бірлік, келісім ең асыл бақыт ел үшін дейді. Яғни барлығымыз бірігіп, осы реформаларды қалай жүзеге асыру керек, соның барлығын өтіп, яғни еліміздің адал азаматы, берік тірегі болуымызға шын жүректен тілектеспін. И от лица всех присутствующих студентов и от себя лично я хочу выразить слова огромной благодарности за такую возможность быть сегодня здесь, пройти этот уникальный тренинг, уникальные семинары. Огромное спасибо нашим лекторам, они за столь короткие сроки вложили в нас столько информации по 100 шагам развития нашей страны. Они донесли до нас те посылы, которые хотел передать наш Елбасы, и мы осознаем всю ответственность, которая лежит на нас после прохождения этого семинара, и я могу пообещать, что мы максимально постараемся донести то, что мы услышали, увидели здесь, до наших одногруппников, до наших друзей, до наших однокурсников, для студентов нашего университета. Огромное спасибо организаторам и работникам библиотеки Первого президента за экскурсии, за организацию такого хорошего семинара по идеям, меняющим мир. И мы вместе с лидером, и мы будем следовать его целям и его стратегии развития. Спасибо. Құрметті қонақтар және қатысушылар, сіздерді елбасымыздың 100 нақты қадам бағдарламасы аясында әлемді өзгертетін идеялар тақырыбындағы семинар тренингтен өтулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қазан айының 6-7 жұлдызында өткізіліп отырған әлемді өзгертетін идеялар тақырыбындағы семинар тренинг өте жоғары деңгейде өтіп, бізді нық қадам мен жаңа жетістіктерге жетелейтін бағыт көрсетті. Евразия ұлттық университеті студенттерінің атынан Елбасы кітапханасының ұжымына Махмұд Базарқұлұлына алғысымыз шексіз. Мына 2 күндік семинар атын затын өздеріңіз біліп отырсыздар. Сіздер үшін де біздер үшін өте маңызды. Өйткені қазір еліміз өте жауапты кезеңде отыр. Оны елбасымыз нақтылап айтты. Әсіресе жастарға сенетінін айтты. Мынау кітапхана Астананың барлығы игілігі сіздер үшін,
сіздердің оқып білім жетілдірулеріңіз үшін аса қажет. Өйткені қазіргі сіздердің әрбір білімдеріңіз болашаққа қаланып жатқан кірпіш. Бізге ол өте қажет. Еліміздің қазіргі алған биігі өте біздің сіздердің бір өмірлеріңіздің жаңа кезеңі сияқты. Ал енді елімізде халқымыздың әдемі сөзі бар: барған жеріңнің биігіне шық, үлкеніне жолық деген. Астанамыздың үлкен биігі Елбасы кітапханасы. Сол биіктен сіздер 10 қадаммен бастыңыздар. Енді сол 10 қадамдарыңыз өмірлеріңіздің бір жаңа бір табысты кезеңі бола берсін. Рахмет.